өздеріне мақтаймын. Енді кішкентай кезінде мақтасам көз себе деп қоратын едім. Енді 10 жыл бірге отырып, 10 жылда 6 балалы болып, әйтеуір ешқандай бір-бірімізге көңіліміз қалмай, қызымдай болып өстік, Құдай қаласа өсіп өнсін. Сол бар жақсылықтың бәрін тілеймін, аман болыңдар. Құдағайыма да рахмет, Орекеме, Ботагөзге, сіздерге алғыстарым шексіз. Осындай қыз тәрбиелеп отқан бізге. Бұларға тек жақсылық тілеймін, басқа не тілеймін. Аман болыңыздар, жолдастарымыз, барлықтарына нағашы, жиен, бөлелер түгел. Әсіресе мына Тамада жолдас балдарымыздар ғой, рахмет сендерге. Құдай қаласа той қаласын. Қазақта ақылсыз адам елдің алдына шықса ақыл айтады, ақылды адам елдің алдына шықса алғыс айтады дейді. Міне анамыздың көрегенділігі маңдайы Меккеге тигендей иіліп алғыс айтып жатыр. Алла қаласа анамыз Меккенің топырағына табаны тиісіне бір қолса қошемет қойыңыздар. Енді сіздердің сый-сияпаттарыңыз бар, бірақ күте тұрыңыздар. Біз сіздерден сый-сияпат алмас бұрын той иелерінің атынан алғыс рахмет ретінде сіздерге сый-сияпат табыстайық. Өтінішке той иелерінің атынан сый-сияпат қабылдаңыздар. Құрметті көпшілік қауым, біздің тойымызды сыйлап келгендеріңізге, барлықтарыңызға алғысымды айтамын. Папа мамамдарға сыйлықтарым бар еді. Екі анама алтын браслетім бар. Папа мен атамызға шапканы кигізіп қойдым, Оркөй шапканы жолдас. Жалпы Ботагөз құдағи полный алтын сияқты ғой өзі. Бір жер қорлап келген ба білмеймін әйтеуір. Баяғыда аспаннан қар жауғанын, жаңбыр жауғанын естіген, бірақ алтын жауғанын бүгін естейін деп жатырмын өзі. Тек алтын жауып жатыр. Ботагөз құдағи вообще барлығы алтын болды ғой, бос саусақ іштенге қамады ғой. Баяғыда бір жаңа алтынды бергенде алтынды Тамадаға тастап кеткен екен деп айтсақ болмайды, іштенге. Ботагөз құдағи түсінбейді. Қабылдаңыздар. Ал енді арнайы біздің әке аналарымыздың, құдағиымыздың сый-сияпаты бар, бір ауыз айтып өтсеңіз. Ал көпшілік қауым, бүгін кереметтей тойлап отырып қой енді. Бірінші алғыс құда мен құдағиыма, одан кейінгі алтындай күйеу балам мен алтындай қызыма. Енді біздің де сыйлығымыз бар, берейік. Құдама сөз айтшы, дубленка. Дубленка. Құдағиыма алтын тапсыршы жадыр. Құдағиыма алтын жүзіп. Енді біз бәрін әкеп қойғамыз, қанына сыйлықтарын, өткенде көріп өтесек бәрін апарып қойғамыз. Ендігі ат бердік, үлкен ат бердік. Енді қызыма бриллиант. Күйеу балама алтын жүзіп. Күйеу балама алтын жүзіп. Одан кейін биыл отысқаны 10 жыл болды. Кеше ғана екеуінде туған күні болды. Қызыма шуба, Норвей шуба, күйеу балама Норвей куртка. Бізде осын кейін қоржын ретінде бізде той табақ бар. Нағашылардың атынан, өзінің атынан. Рахмет, үлкен алғыс білдіреміз. Арнайы сый-сияпаттарымыз табыстап біттік па? Мына сый-сияпаттарымыз да бар ау, қателеспесе. Қазақта берсең аласың, алсаң қарыз болып қаласың деп той иелері апамыздың атынан да сый-сияпат бар.
арнайы қоржынды күте тұрыңыздар. Арнайы біздің апамыздың атынан құдағиымызға деген әдемі сыйға куртка табыс алып жатыр. Және де ер азамат ағаларымызға, құдаларымызға қазақи шапанымыз қазіргі үлгідегі. Толтықпан сый-сияпат табыстап барлығымыз бір естелікке суретке түсейік, егерде сый-сияпаттарыңызды табыстап болсаңыздар. Арнайы анамыздың атынан келініне подарығы табысталып жатыр. Не деген подарығы мынау? Құдай қаласа 22-ші наурызда киесі. Рахмет. Кезде бір сурет келсе олайым, тарихтағы жансыз бейне, жинақталып шымайып, күліп әдем болып тұрайық. Рахмет. Жаңа қалай тұрғыздық, солай тұрсатыр шайын алайықтар. Мама, кесейшін әбеттің. Күліп тұрыңыздар, жымайып тұрыңыздар, әдем болып тұрыңыздар. Өтініш, 4 құдағи, 4-еуіңіз бір ғана малдыға шығай, 4-еуіңіз ғана жеке бір сурет келсе олай. Құдағи келсеңізші, келіңіз, құда келіңіз, 4-еуіңіз бір сурет келсе олай, жеке. Мама, келіңіз.